Маскүнем әже. Келіншегім үндеместен етті қазанға салып, қамыр илеп, дастархан жайып жатыр. Ал әжем болса, оның әрісін нұқып, отырса опақ, тұрса сопақ қылып сөйлеп жүр. Оның бұл іс әрекетіне қатты ашуым келіп, әйелімді алдым да әжеме, тамақ керек болса өзіңіз істеп жеңіз, деп кетіп қалдым. Әйелім маған, саған не болды? Үлкен кісі ғой, тамақ жасап жеп кетеміз, неміз кетті? Мен ашуланып, сен неге түсінбейсің? Осынша қорлыққа шыдап жүре бересің бе? Жә, болды, кеттік. Үйге барайық. Ертең маған жұмыс. Сен де демалуың керек. Әкем ішіп келіп, анамды ұрып жатпасын. Баламыз қорқып қалады. Деп ашуымды басқандай болдым. Үйге де келдік. Жарықтың бәрі өшірулі. Сырт жақтан жылаған дауыс естіліп жатыр. Сарай жақтан ғой деймін. Жайлап барып едік. Анам мен қарындастарым және балам қараңғы сарайдың ішінде отыр. Не болғанын сұрасақ айтпайды. Үйге кірейік десем, кірме деп анам отыр. Көндіріп әйтеуір үйге кірсек, жағымсыз жайттың куәгері болдым. Алқаш әкем үйге бөтен әйелмен жатыр. Ашуға булыққан мен барып әлгі әйелдің шашынан сүйреп шығардым да, әкемді өз қолдарыммен ұра бастадым. Қанша рет ұрғаным белгісіз. Есімді де білмей қалдым. Бір есімді жиып қарасам, ішімдікке сылқия тойған әкем жыламсырап отыр. Жүрегім шыдамады. Анамды қорлап келгені сонша осындай жағдайға жеткізді. Ішімдегі дауыс, одан да бар да өле қал, деп жатыр. Сарайға бардым да, ілулі тұрған пресс жіпті 4 рет орап ағашқа байлап қойдым. Еш ойланбастан мойныма асып жатқанда әйелім тоқтатты. Есің дұрыс па? Ең оңай жолы осы болды ма? Сонда біз ше? Бізді ойламадың ба? Мен тыңдамастан тіпті мойныма ілгелі жатқанда әйелімнің «Ішім, балам!» деп жылап айғайлағаны тоқтатты. Жалғасы бар. Маскүнем әже. Жедел жәрдем шақырттық. Ол жердегі фельдшер дереу керекті системаны құйып, баланың заттарын дайындаңыздар, ауруханаға барамыз деді. Барлығын реттеп ұлымды жолда нағашы апатасына тастап, әйелімнің жанына бардым. Келіншегімнің ата-анасы да қатты уайымдап, хабарласып тұр деп қалды. Ауруханаға бара сала бәрі жан ұшырып жүгіре жөнелді. Не болды? Деп сұрауға да үлгермедім. Дереу ота жасаймыз, қағаздарға қол қойыңыз. Баланың да, ананың да жағдайы нашар. Баланың кіндігі үзіліп кеткен, қан тоқтамай жатыр. Қорыққан мен қағаздарға қол қойдым. Әйелімді ота залында дайындап жатыр. Шамамен 5 сағаттай өтті. Сағат таңғы 4:00. Аурухана тып-тыныш. Ота бөлмесінің алдында хабар күтіп отырмын. Әйелімнің ата-анасы қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Оларға әлі күтудемін деп қайта-қайта айтудан шаршадым. Ақыры дәрігер шықты. Жағдайлары қалай? Деп жан ұшыра сөйлей. Сәл кешіккенде жағдайлары нашар болушы еді. Қазір анасының жағдайы жақсы. Бірақ наркоздан әлі оянған жоқ. Баланы кесір тілігімен алдық. Құттықтаймыз, қызды болдыңыз. Салмағы 2-де 150 келі. Бала қанға тұншығып қалған. Сондықтан қазір кислородқа салдық. Қазір үйіңізге барып демалыңыз. Анасы қазір ояна қоймайды. Балаға өзіміз қараймыз деді. Қайдағы демалған? Қазір үйге барғым келіп тұрған жоқ. Сүйіктімнің оянғанын күтейін деп, сол жердегі орындыққа отырып көзім ілініп кеткенін байқамадым. Жалғасы бар. Маскүнем әже. Тұрыңыз, тұрыңыз деді медсестра. Орындықта қисайған мен бірден орнымнан тұрып әйелімнің жағдайын сұрап палатасына бардым. Шүкір, жағдайы жақсы екен. Керек жарағын алып беріп қызымды сырттай бір көрдімде үйге қайттым. Енді қанша шыдайтыным белгісіз. Бәрінен бұрын әкемді көргім келмейді. Осы орайда мені жедел жұмысқа шақыртып қалды. Контракты уақыты бітіп, мені басқа қалаға жұмысқа ауыстырғалы екен. Я, мүлдем естімеген қала. Қуанышымда шек жоқ. Павлодар қаласы. Оған біраз құжаттар жинап реттелдім. Ойымда біраз нәрсе бар. Бұл орайда әйелім де ауруханадан шығып төркінінде біраз жатып күтінді. Үйге келмеуін шегелеп айттым. Өз-өзіне келген соң бұл жерден мәңгілікке кететінімізді айттым. Анаммен де сөйлесіп, жақын арада кететінімізді ескерттім.
Алайда анам біраз уақыт келіспей жүрді. Елден ұят, қалай әкеңді тастап кетемін дейді. Ал мен, әкем мен әжемнің жасағандары ұят емес пе? Деп ашу шақырдым. Қанша жыл қорлығына шыдау керек, қаншама жыл сыйлап бетіне келмей жүргенімде көрген қорлығым осы емес пе? Солай басқа қалаға көшкелі жатқанда, атам сол бір арақтың кесірінен марқұм болды. Мен бір айға Павлодарға кетіп қалдым. Анам мен келіншегім марқұм атамның әруағынан қорқып көшуді әзірге тоқтатқан. Топырағы кеппеген атамның өлімі әжем мен әкеме сабақ болар деген үлкен үмітім болған еді. Ол да ақталмады. Топырағы кеппей жатып, әжемнің ішімдікке сылқия тойып алғанын көрген менің енді бұл жерде қалғаным бекер екеніне көзім жетіп, анам мен қарындасымды, әйел бала шағамды тиеп ешкімге ештеңе деместен көшіп кеттім. Әжем мен әкем қала берді. Ал туыстарымыздың маған, анама звондап айтпағаны қалмады. Қартайған кәрі әжеңді тастап кеттің, бұның еркектікке жатпайды. Әке шешең жынды болса байлап бақ, деген секілді неше түрліні айтып басымды қатырды. Ал менің тыныш өмір сүргім келеді.